Сәлем достар, бүгін көп адам қызығатын, бірақ бәрі бірдей дұрыс түсіне бермейтін тақырыпқа тоқталамын. Хиджама, немесе қан алу. Біреулер оны пайғамбардың сүннеті деп дәріптейді. Енді біреулер қауіпті, пайдасынан зияны көп дейді. Ал шын мәнінде хиджама қаншалықты пайдалы және қаншалықты қауіпті? Бүгін осы сұрақтарға нақты жауап іздейміз. Хиджама теріге кішкене кесік жасап, шыны немесе вакуумды банка арқылы аздаған қан шығару әдісі. Ол ерте заманнан бері қан айналымды жақсартады, денеден қалдықтарды шығарады деген түсінікпен қолданылып келген. Ислам мәдениетінде бұл сүннет амалдарының бірі деп есептелінеді. Бірақ қазіргі медицина тұрғысынан қарасақ, хиджаманың әсері әр адамда әртүрлі болуы мүмкін. Енді ең басты сұраққа көшейік, ол қауіпті ме? Иә, кей жағдайларда қауіпті болуы мүмкін, себебі біріншіден инфекция қаупі. Егер де құралдар дұрыс стерилденбесе, гепатит, ВИЧ сияқты инфекциялар жұғуы мүмкін. Екіншіден қатты қан кету. Кей адамдарда қан ұюы баяу болады. Мұндайда хиджама ауыр асқынуға әкелуі мүмкін. Төмен қысым мен әлсіздік. Кейбір науқастар хиджамадан кейін бас айналу, әлсіздік сезінеді, кейде есінен танып қалуы да мүмкін. Дәрі қабылдайтын адамдар, мысалы, қан сұйылтқыш, яғни аспирин, варфарин сияқты дәрі ішетіндерге хиджама жасауға мүлде болмайды. Бесіншіден, кәсіби біліксіз орындаушы. Өкінішке орай, бүгінде сертификатсыз, санитарлық талапты сақтамай істейтіндер көбейіп кетті. Бұл ең үлкен қауіп. Хиджаманы қашан және кімге жасауға болады? Егер сіз хиджама жасатқыңыз келсе, міндетті түрде медицина білімі бар маманға барыңыз. Стерилді құрал және қолғап бір реттік аспаптар қолданылатынына көз жеткізіңіз. Дәрігермен кеңесіңіз. Әсіресе, егер сізде қан қысымы, қант диабеті, анемия сияқты аурулар болса. Сондай-ақ хиджама бәріне бірдей пайдалы емес. Кейде оның әсерін плацебо, яғни адамның сенімі тудырады. Сондықтан бұл сиқырлы ем емес, тек қосымша тәсіл ретінде қарастырылуы керек. Сонымен хиджама мүлде жаман емес, бірақ дәрі емес. Ол тек дұрыс жағдайда, таза орында, тәжірибелі маман арқылы жасалса ғана қауіпсіз, ал өз бетімен үй жағдайында жасау денсаулыққа үлкен қауіп. Есіңізде болсын, емнің ең дұрысы қауіпсіз ем, денсаулығыңыз өз қолыңызда. Құрметті арнамның көрермендері, егер де видео пайдалы болса, видеоға лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіз хиджама жасап көрдіңіз бе және әсері қандай болды? Сондай-ақ арнама жазылуды ұмытпаңыз. Алдағы видеоларда халықтық әдістер мен медициналық тұрғыдан олардың пайда зиянын талдайтын боламын.